Рус ишгалжилері тынтувнен Ролан Османовға келіп чықты. Хырым татар журналистінің евіне ишгалжилер аддету зре сабақтан басып кірді. Илк оларақ мақсус адвокатларға телефон ашмаға етіштірмесінлер деп, телефонларыны чекіп алдылар деп хатырлай Ролан Османовның өмір арқадашы земіне. Быстро моего мужа повалили на пол, одели наручники, а я в это время, мы уже здесь в зале, детей быстро взяла в спальню, завела, чтобы они не видели ничего, чтобы они не пугались. Рус әдетлеріне ве зулюм әрекетлеріне көре ФСБ хадимлері Роланны ерге ятырып, еліне келепчелер кейдірді ве ақаретлемеге башлады. Они мне говорят: что не видите, на кепке написано, кто пришел? Я говорю: мы столько проснулись и в таком шоке, когда к вам врываются, к простым людям столько народу, как вы думаете, в каком шоке вы будете? Ролан говорит: предоставьте документы. Они стали нервничать. Короче, здесь такое немножко нервозное состояние началось у них. Никто не предоставил, кроме одного. И то, как предоставил, вот так в лицо, как свою вот эту ксиву или что у них там. Эрбір оданы арап чықтылар, евні дармадағын еттілер. Ата бала ойынжақ евіні біле арадылар. Яшлы қадынның сандықларыны біле қарыштырдылар. Белі олғанына көре, Ролан Османов Бақчасарай районы базарчы қойы янында демир yol патлатуында шүбелі олғанлар арасында. Ер адамны Ахмежжеттеки ФСБ идережілігіне алып кеттілер. İliştiği otogünleri tım yaptılar Lemar kardeşimizde. Bugün Ralanda, yarın da Bekim kene birimizden olur. Sağ olsun cemaatimiz birini bu aramlar yapan şeylerini işse aman kelip yardım birbirimize el tuttuklarına. Ролан Османов чоқтан рус ишгалжилеріне кедереті. Эпісі 9 ел девамында о русларның қанусыз тынтувлеріні, басқыларыны ве махкемелеріні айдынлатам. О хан сарайының сөзде реставрациясына қаршы чыққан еді. Бұнен берабер она рус ордусыны ақаретлегенінде қабатлап пара жазасы чықарған еділер. Рус полисіне бойын эймегені үшінде аписханеге атқан еділер. 2019 сенесі рус ишғачы көветчілері Ролан Османовның евіне тынтувнен келген еді. Санкедерсін наркотик мадделер қыдырайдылер. Шымды есе Қырым татарларының евінде тынтув кечірмек үшін невбеттекі маначық диверсия уйдырдылар. Бұйынды сонки 2 апта içerisinde өткерілген 6-ncı тынтувдыр. Бахмутқа Русияның салдырысы тоқтамай шерінің мұдафасы бүтін жебені аяқта тута. Украина силалы көветлері баш комутаны Валерий Залужный Бахмут операциясыны стратегик оларақ адландырды ве сыжақ ноқталарда болынған әрбір Украина аскеріне тәшеккүрлеріні білдірді. Украина баш табында қайдеткенлеріне көре Украина савынычылары шерні тута, анда позицион чатышмалары девам етмекте. Бахмутның женубе истихаметінде сыжақ ноқта Авдеевка. Бұл шер ишғал етілген Донецктен 1 километр ұзақлықта ерлеше. Оны рус ишғалжилері сарып алмаға тырыша. Керіште оларына Украина топ атыжылары қаршылай. 120 мм топ атыжылар рус тежізатларыны йоқ етем. Украина аскерлерінің таздықлағанына көре мермелер етішмей. Бұл себептен да истихрарлы шекілде ноқталарға урмақ лязим. Головне, що там з того боку. І ми по них працюємо і попадаємо. Одеса, Янемо, одна міна вогонь. Сівліноспре. 284. Кутамір 26-25. 26-25. Це є? Все. Постріл! Ишгалжилер озлерінің жесетлері өзерінден илерлей МТЖСАТ Мжан тарафындан бойы ғайыплар олғанына бақмадан Донецк ве Луганск вилаятлерінің мемори сыңырларына чықмақ ниетлерінден вазгечмелер деп қайдетілі Украина баштабында. Анда 100-ге яқын рус ұжымларыны сайып Украина аскерлерінің оларға жауап бергенлеріні білдірділер.
Рус ишгалчылары Украинаның қаршы тарузыны беклей. Бу себептен Кырымда чукурлар казып куветлештирме системлерни куралар, деп билдирди Украина мудафа назиры Алексей Резников. Onun айтканына көре, бу гүзел bir ишмардыр, чүнки өзүнүн тежавузчу женкинде олар мудафага кечи. Резниковдун билдиргенине көре, ишгал этилген топракларны куртармакта гарбий өлкелерден келген силахлар ярдым этмекте. Украина силялы куветлери исе иришкен нокталарында токтамай жактыр. Ми продемонстрували, що готуючи контрнаступ на Херсонщині, майже без втрат або з малими втратами ми звільнили Херсон і, відповідно, східний берег річки Дніпро. Тепер стоїть задача йти далі. Росіяни дуже добре вчаться, тому вони сіли в оборону вже. До речі, в Криму теж. Це означає, що росіяни вже готуються до захисту.